Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай құйрық майымызды емдік қасиетке қалай пайдаланамыз, майды қалай шыжғырамыз, соны туралы айтатын боламыз сіздерге. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осындай құйрық майымызды аламыз, осылай жіңішкелеп алып, тураймыз. Оны сақтап осылай видеодағыдай турау керек. Құйрық майдың түбінде дөңгелектен жиналған майды жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Құйрық майды емдік әрі дәрі ретінде темір еткі, ешкі қотыр, күйдіргі, көпірткі және тағы басқа қотырлардың түрін емдеуге үшін пайдаланады. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары созылып, денесі сымбатты болып өседі екен. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері өте көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ емген баланы тұмаудан емдейді екен. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған екен. Баланың тамағы ауырғанда, дәрі ішіп жөтелі басылмаған кезде құйрық майды ертіп берген жөн. Достар, менің каналымда осындай құйрық майды бөлшектеп турап, оны салафанға орап, мариновкасымен бірге жасалған түрі бар. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Дәмі енді керемет болып шыққан. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Төменге описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Қарап жасаңыздар. Енді турап алған құйрық майларымызды табамызға салып, осылай ертеміз. Жай отта салып, асықпай ертетін боламыз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Міне біздің майымыз ақырында осылайына шығып келеді. Осы құйрық майымыз осылайына сары түске енгенше осылай асықпай ертетін боламыз. Міне осылай еру керек. Енді бұны құйрық майларымыздың артығын осылай сүзіп аламыз. Осы сүзіп алған құйрық майларымызды пирожкидің ортасына салып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді құйрық майларымызды осылай банкеге осылай тағы да сүзіп аламыз, артығы кетіп қалмау үшін. Осы құйрық майымыздың тағы бір емдік қасиеті, ол осылай жұқалап турап алған құйрық майымызды кесіп алып, жұқалап, одан кейін оны салафанның үстіне немесе пищевой салафанға осылай қойсаңыздар, үстіне қара бұрышымызды себеміз. Ол жарылған аяқтардың немесе қолымызға, бетіңізге, соларға осылай қара бұрыш сеуіп қойсаңыздар, оның үстіне орамалмен орап қойсаңыздар, жарылған жерлерді тез жазатын болады. Осылайынан 2 апта немесе 1 апта аяқтарыңыздың жарылған жері басылғанша қойып қойсаңыздар, суық тиген жерге де осылайынан әдіспен қойып қойсаңыздар да болады. Міне дәл осылай орамалға салып орап қоямыз. Бір түнгіге ертіп алған құйрық майымызды ыстық сүтке 1 шай қасықтан салып отырып ішсеңіздер, жөтелдік еміңізді тез басатын болады. Достар, егер видеом сіздерге пайдалы болып жатса, достарыңызбен астыдағы поделиться кнопканы бассаңыз, WhatsApp желісінде бөлісе аласыздар. Достар, егер менің каналымның жаңа көрермені болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп қошаны басып қойыңыздар, осындай рецепті жіберіп алмас үшін.